сабағымызды бастайық. 12-ші сабақ бұл риск менеджмент деген тақырып. Өте қызықты тақырып және бізге өте керек тақырыптардың бірі. Сол себепті назарымызды жақсылап меңгеруге тырысайық. Position sizing дегеніміз біз көлемнің мөлшерін табу, қазақша айтатын болсақ. Ол қалай дегенде, мысалы мен қандай бір жағдайда $100 риск қойғым келіп тұрса, қандай бір позицияға кіргенде, сол $100 тарылтып қанша ақшаға инвестиция жасауым керек, немесе қанша ақшаға трейд жасауым керек дегенді өлшеп беретін формула. Өте оңай, қиындатып алмаңыздар. Екіншісі стоп-лосстарға байланысты және scaling in, scaling out деген тақырыптар. Жалпы position sizing бұл кез келген инвестор немесе трейдер білу керек мәселелердің бірі. Сіз жүре келе оны тез есептеп білетін боласыз. Бас жағында кішкене калкулятор немесе сондай нәрселер қолдану мүмкін. Жалпы кез келген позиция ашар кезде біз айттық, ереже деген сабақта бізге жоспар керек, план. Жоспар табу үшін бізге ең бірінші жалпы бізге стоп-лосс табу керек негізі риск менеджмент бойынша. Содан кейін бар take profit, яғни таргет, қайда сатамыз, пайда көреміз. Сосын бар біз акцияға кіреміз бе жоқ па деген шешеміз. Entry ол жаңа біздің кіріп атқан баға, яғни кіріп атқан баға болғандықтан ол дәл қазіргі биржаның бағасы деп айтсақ та болады. Сонда біз мына екеуін тапқаннан кейін барып автоматтық түрде шығады деген сөз болып тұр ғой. Осыны бізге білу керек. Жалпы әрбір трейд үшін әрқашан бірдей риск мөлшерді қолдансақ дұрыс болады. Осылай біз қайтеміз. Әр трейд үшін пайдаланылған пайызбен біздің take profit, стоп-лосспен есептей аламыз. Егер сіз әрбір сделкаға кірген сайын $50 немесе $70 риск қойып отырсаңыз, ғана сізге контрол жасағанға оңай болады. Сіз бір күні $500 минусқа, екінші күні $50 минусқа кірмейсіз. Үнемі рискіңіз бірдей, яғни $50 болса $50, $70 болса $70. Немесе екі сделка аштыңыз $100-140. Бірақ пайдаңыз қайтеді. Пайдаңыз $170. Екі есе, үш есе, немесе $200. Екі сделка ашқан кезде сізге пайда $400 кіру керек. Минусқа кіргенде $140 болып кіру керек деген сияқты ғой идеясы. Position size жалпы осыны есептеу үшін бізге төрт нәрсе керек. Бірінші, қандай акцияға, позицияға кірем. Ол түсінікті, оны біз енді сабақта көп келатамыз. Екіншіден, жалпы менің депозитімдағы, шотымдағы ақшаның қанша пайызымен біз пайызымызды жаңа шешу. Ол дегеніміз, мысалы, менде $10,000 бар. Day trading бойынша мен 1% қана рискіға қойым керек. Ол $100. Егер мен swing trade жасап атсам, $200, 2% максимуммен, бұл максимум. Сіз өзіңіз шешіңіз. Бірақ сол ақшасын, мөлшерін дайындап аласыз алдын ала. Сізде қанша ақша бар? Қанша ақшаның 1% немесе 2%? Қанша процент риск қоясыз? Рискке қоя аласыз, яғни психология бойынша, тәжірибе бойынша. Оны сізге шешу керек. Содан кейін бар стоп-лосс, рискке қоятын жаңа пайыздың суманың мөлшері, сосын entry, қайда баға позицияны ашу, қайдан кіреміз. Шорт позиция болуы мүмкін, лонг позиция болуы мүмкін. Позиция ашудың қысқаша мөлшері былай. Мысалы, Apple компаниясына біз шорт позицияға кіріп жатырмыз, 150-5 шортқа кірдік деп ойлайық. Бұл енді анализ бойынша біз енді сабақта көрдік қой. Енді тек қана жалпы мысал алып кірдік деп есептей береміз. Entryға кірдік, стоп-лосс мына маңайда, 152-де. Өйткені біз шорт жасап отырып, астынан пайда көреміз. 140 жетоннан 5-те take profit бар. Енді мынандай жағдайда біз қайтеміз. Мысалы мен стоп-лоссты 1% болып тұр. Стоп-лосс. Мынадан 152-ден 150-де 5 арама қашықтығы 1% дегеніз. 1%. Ол жағдайда енді таргетіміз 2% болу керек деген сияқты ғой, 2-де 1. Бұл жерде біз енді минимум ratio деген ол қарым-қатынасы, сіздің рискіңіз, пайдаңыз 2 есе болу керек минимум. 3-де 1 болса, 3 есе. Осыны бізге енді табу керек. Position sizing, жалпы қалай есептейміз? Position sizing'да не бар? Формула бар. Бірақ біз
айттық қой, негізі көп жағдайда 1%-тан артық ақша риск етуге болмайды. Енді бізге мына бойынша қарасаңыз, бізге стоп-лосс пен entry ортасының арама қашықтығы ол біздің рискіміз дейміз. Сіз стоп-лоссты қойып жатсыз ғой мына жерге 152, яғни 152-дің үстіне қарай бұзса, мені позициядан шығар, мені минуспен шығарып жібер. Өйткені сіздің бағаңыз мына жерде үстіне қарай қоясыз, кішкене арама қашықтық қойып қоясыз резистанста. Енді қараңыз, стоп-лосспен кіріп жатқан бағаңыздың ортасының проценті ол сіздің алып жатқан рискіңіз, яғни. Бұл жерде мысал ретінде бұл 1% болып тұр. Пайда 2%. Ол жағдайда сіз қанша ақшаңыз бар жалпы шотыңызда? Барлығымен сіз акцияға шортқа кіріп кетуіңізге болады деген сөз. Себебі сіздің рискіңіз бұл жерде 1% болып тұр. Бірақ егер ол рискіңіз басқаша болса, онда сізге ауыстыру керек болады. Формула бойынша қалай дегенде, жалпы формуласы қалай? Формуласы әр трейдқа кететін рискінің ақшалай мөлшерін 100-бен көбейтесіз да, әр трейдқа кететін жаңағы рискінің процентіне бөліп бересіз. Бұл жерде біз $50 деп ойлайықшы, менде қалтамда неше бар? $5000 бар. $5000-дан мен 1% қана риск қойғым келеді. Мен $50 риск қойғым келеді, артқа ақша қойғым келмейді. Ол жағдайда қайтем, $50-ды мен 100-бен көбейтем да, бірге бөліп беремін. Бір дегеніміз әр трейдқа кеткен риск. Бұл жерде стоп-лосс 152-ден 150-де 5-тің арама қашықтық несі процент. 1-де 1% болады. Онда біз мына екеуін бір-бірінен көбейтіп 50-де 100-ді 5000-ді бірге бөлсек неше? 5000 болып жатыр деген сөз. Яғни мен $5000 тарылтып, мен қайтем, акция сатып алсам, сатып алмаймын, шортқа кірсем. Ол кезде мен қайтем, мен 1% шотымдағы ақшаның рискісін қоя аламын. Ал $5000-дан көп ақша салып қойсам, онда менің рискім 1%-тан асып кетеді. Көп риск қойып қоям ақшамның, қалтамдағы депозит ақшамның. Мен $5000-дан аз ақшаға кіріп кетсем позицияға, онда менің рискім аз болады 1%-тан, бірақ пайдамды да аз болады. Өйткені менің пайдам бұл жерде неше? 2-де 1 ғой, 2 есе. Рискідан 2 есе деңіз. Енді қараңыз. Бұл жерде біз енді $5000-ды 150-де 5, дәл қазіргі Apple компаниясының акциясының бағасы 150-де 5. Соған бөлген кезде 33 шығады. Яғни мен 33 акциямен шорт жасай аламын. Егер сіздің позицияңыз 1%-тан жоғары болса ше, ол кезде сізге не жасау керек болады? Қысқасын айтқан кезде. Контрол жасау керек болады. Ол қалай жасалады? Қалай жасалады деген кезде, былай жасалады. Мысалы, бұл жерде қарасаңыз, Tesla компаниясының рискісі 0,5 болады. 0,5 болған жағдайда, жалпы бізге ең алдымен кіріп атқан баға, entry, стоп-лосс екеуінің ортасының процентін өлшеу керек. Стоп-лосс ол сіздің рискіңіз. Entry ол кіріп атқан бағаңыз. Осы екеуінің ортасының проценті сіздің жалпы алатын рискіңіз. Позиция бойынша. Сол кезде сіз ақшалай өзіңіздің қанша ақша риск қоям дегеніңізді уже өзіңіз шешіп алдыңыз. Енді сол екеуін келтіресіз дегенсіз былай қарай. Оны келтіру үшін бізге жаңа формуланы есептеу керек. Негізі 1%-тан төмен болған жағдайда бізге бар ақшамен кіре беруге болады автоматтық түрде. Формуланы қолданбай. Менде өйткені мен бәрібір де 0,15 қана процент риск қойып жатырмын дегенсіз. Entry мысалы Tesla компаниясында $726 болып жатыр. Менің стоп-лоссым 725-те. Яғни 729-дан 25-ке дейін ол 0,1% дегенсіз. 0,5%. Енді өздеріңіз есепті көрсеңіздер де болады. Мынадан жоғары қарай 1-де 5%. Яғни менің ratio 3-де 1, 3 есе ғой, 0,5-тен 1-де 5-тен 3 есе. Сол жағдайда мен мына жерге бар ақшамен кіре саламын дегенсіз, ойланбаймын 0,5 болған. Ал жалпы бұлай есептеп 1%-тан жоғары болып кеткен кезде ғана біз қайтеміз. Есептейді екенбіз. Енді мына 0,5 болса да бұл қайтеміз. Бұл жерде біз
position size'ды есептейміз. Әр сауданың тәуекелі жаңағы доллар, біз оны 50 доллар дедік қой. Енді соны 100-мен көбейтеміз де 0,15-ке бөліп береміз. Түскен кезде бізге 10.000 шығып жатыр. Енді екен көбейтіп 0,15-ке бөліп берсеңіз. Бірақ менде 10.000 доллар жоқ. Менде 5.000 доллар ғана бар. Неге 10.000 доллар шығып жатыр дегенде, сен 10.000 доллар салған жағдайда ғана сен 1% риск аласың. Бізде уже рискіміз ол 0,15 деп беріп тұр. Сол жағдайда ол біздікі бар ақшамызбен кіреміз, бірақ ақшамыздың біз 0,15% ғана рискіға қояды екенбіз. Бұл жағдайда жақсы. Ана жерде мысалы 1000 шығып тұр ғой, 10.000-ды 729-ға бөлсек 13 акция. 13 акцияны біз Теслаға кірген жағдайда біз 1% риск аламыз. Бірақ бізде 10.000 доллар жоқ, сондықтан біз қайтеміз. Тек қана 5.000 доллармен рискіға қояды екенбіз. Tesla компаниясының жерде мысал тұр, енді 729, 728 жаңағы жерде take profit, қарасаңыз процент бойынша 0,15 қана, 0,15 мынандай 0. Бұлай қарай 1,15 деген, 1,15. Нақсап кірсе, лимит бағамен кірдіңіз, 13 акцияны 50 қойдыңыз, мына жерге қойсаңыз 52 доллар минусқа кіретін болса, мына жерде енді дәл 50 болмай жатыр, 52 болып отыр. Мен 13 акциямен кірген кезде көрдіңіз ба? 13 акциямен кірген кезде 13 акция. Бірақ мен 50 доллар риск қоям деген кезде ғой. Жалпы бұлай біз 50 доллар рискіға қоюға күштеп отырмыз. Бірақ бұл екенің ортасы бір емес, 0,15% екен да. Сол себепті ең оңай жол сол. Position sizing деген осы формуласы өте қарапайым. Қатты қиындатудың қажеті жоқ. Бұл тәжірибемен де біраз нәрсе келеді дейсіз. Стоп лосс деген тақырып туралы жалпы өтейік. Бізге кез келген позицияны ашу үшін бізге стоп ордер қою керек. Стоп лосс деп те атаймыз. Бұл біздің жаңағы позиция ашқан кездегі мынау дегенсіз. Неге мынандай стоп лосс қоямыз? Себебі егер кірдік, өседі деп ойлап. Құлап кетсе ше деген бала. Құлап кетсе, мына жерде поддержка тұр, осы поддержканы ұстаса біз қайтеміз. Онда жақсы. Осы жерге келеді да қайта өсіп кетеді. Ұстамай қалса ше, онда мына жерге дейін құлайды, келесі поддержкаға дейін құлайды. Мынаны ұстамаса, мынаған дейін құлайды. Біз мынадан кірдік, біз мынаған дейін ұстайтын болсақ, біз көп рискіға кіріп кетеміз тәуекелге. Біз 50 доллар емес, біз 500 доллар, 200 доллар, 100 доллар рискіға кіріп кетуіміз мүмкін. Сол себепті біз стоп деген не қоямыз, заказ, ордер, приказ қоямыз. Оның енді бірнеше түрлері бар. Жалпы үшке бөледі процентпен, графикпен, яғни чартпен, немесе volatility-мен. Мысалы, сіз мына жерде сатып алдыңыз, мына жерге стоп-лосс қойдыңыз. Стоп-лосс қою арқылы сіз мынандай аз ғана, мысалы 50 доллар риск қою арқылы, сіз мына жерде 500 доллар риск кіруден өзіңізді сақтай аласыз деген сөз. Процентпен қою деген жаңағындай деген сөз. 0,5 бола ма, 1 бола ма, 2 бола ма, жаңағы ненің графиктағы процентінің қанша екені қатты маңызды емес. Сіз өзіңіз шотыңыздағы, депозитіңіздағы ақшаның 1 немесе 1,5-2%-ін мен рискіға қоям деп өзіңіз шешіп аласыз да, қалтаңыздағы ақшаңыз. Сол процентқа алып келесіз, жаңағы ситуациядағы процентті. Ол 0,5 болуы да мүмкін, 1 де болуы мүмкін, 2 де болуы мүмкін. 0,5 пен 1 болса жақсы, барлық ақшаңызға кіре бересіз да, 1-ден жоғары болып кеткен кезде сіз оны өзіңіздің қанша риск қойғыңыз келеді, соған тарылтасыз деген формула арқылы. Жалпы біз кез келген мысал енді жерде өшірсекші, мысалы мен NIO компаниясын есептейтін болсақ, біз процент есептегенде жалпы қалай есептейміз? Мысалы енді мен мына жерден жай ғана көрсетейінші, стрелка арқылы көрсетейін. Мен ойлайықшы, мысалы мына жерден кіргелі жатырмын деп ойлайын. Кішкене өте не болып кетті ма? Чуть-чуть жіңішкертіп кішірейтейікші. Мен мысалы мына жерден кірге жатырмын деп ойлайықшы позицияға. Мен стоп-лоссты қоямын, мына поддержканың астына қоямын. Менің мысалы таргетім жоғарыламайды. Мысал ретінде. Сол кезде біз position sizing есептеу үшін бізге мына сызғышты басып қайту керек. Ең алдымен кіріп жатқан бағадан астына қарай құлаған жағдайда деген есептейміз. 0,7 болып тұр ғой, бұл жерде көріпсе, жерде 0,70. 0,70 болғандықтан бұл бізге нормаль. Өйткені мен 1% риск қойсам, мен үшін окей.
нормально. Бірақ ол сіз $1000 1%, енді әртүрлі ғой. Мен көп ақша болса ше, менде $100,000 болса, мен мүмкін мен $1000 риск қойғым келмейді. $100,000 1% ол $1000 ғой. Мүмкін мен $100,000 болса, мен мүмкін $500 қойғым келеді. Ол кезде мен ойланып 5% қоямын. Енді осыны есептейміз. Ең бірінші қандай позицияға кірген кезде бізге есептеу керек, кіріп жатқан бағадан астына стоп-лоссқа дейінгі процент. Бұл 1%-тан аз болса, негізі барлық ақшаңызбен кіріп позицияны жүргізе берсеңіз болады. 1%-тан көп болып кеткен кезде жаңа формуланы біз есептейміз деген сөз. Ал ол формула бойынша қалай? Жаңағы мысалы менде $50 мен риск қойғым келіп, мен $50 айтамын, көбейтемін. Жаңағы мысалы мына жерде 1/3 деп ойлайықшы, 1/3%. Осылай екеуін көбейтіп аламыз да алдымен. Сосын олай емес негізінде 100%-пен көбейтеміз, 100-бен көбейтеміз да, бөлесін жаңағы 1/3 мысалы. Тең қанша? Мысалы, айдамын. Мына жерде мысалы жобамен 6500 дейікші. $500 болады шығарсыз. Жобамен осылай. Осы сияқты формуламен мен шығарамыз. Мүмкін одан төмен, мен $5000 бар менде. Сонда мынау $4300 бола ма екен сома. Енді осы сияқты біз қайтеміз. Мен $5000 емес, мен $4300 мен ЗЛК-ға кірген жағдайда ол мен 1% риск қана қояды екен, $50 риск қояды екен деген біз шығарып келу керек болып тұр ғой. Қысқасын айтқан кезде. Жалпы болғанда осындай. Ары қарай жалғастырайық. Процент стоп-лосс деген жаңағы ешқандай айырмашылығы жоқ. Apple компаниясы Nike-ның ортасының процент стоп-лосс екеуінің ортасы мысалы мына жерде 1% болып тұр. Бұл жағдайда біз бәрімен кіре беретін болдық. 1%-тан жоғары болса, онда бізге тура формуланы қолдану керек. Екіншісі графикалық немесе chart stop-loss. Ол жағдайда сіз графиканы көре отырып, графиканың support пен resistance деңгейлерін тауып, сол арқылы соның астына немесе шорт жасап отырсаңыз үстіне стоп-лосстарыңызды қоясыз. Мысалы, бірнеше рет тест жасамақшы болған support. Бұл жерде қарасаңыз, бұл енді rectangle деп айтсақ та болады, double bottom деп айтсақ та болады, triple bottom, 3 рет тест жасаған. Келді, rectangle жасады. Сіз позицияға кірген жағдайда стоп-лосс осының ең астына қоясыз. Ал енді take profit-ті қою ол басқа. Бұл жерде стоп-лосс туралы айтып отырмыз. Take profit-ті resistance табу арқылы қоямыз, немесе moving average қолданамыз дейміз. Chart stop-loss ол болғанда жалпы графикта біз қарай отырып стоп-лоссты қою. Мысалы, мына жерде өсіп баратыр, double top деген жасап жатыр десек, соның үстіне стоп-лосс қоямыз. Шортқа кіріп жатырмыз, астына қарай кетіп жатыр дейсіз. Енді немесе ол басқалай болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін. Тренд линиямен құлап келе жатыр, тренд линияға келіп құлап жатыр. Сол жағдайда біз шортқа кіреміз, намайдан. Стоп-лоссты қайтеміз. Осы тренд линияның үстіне қоямыз. Шортқа кірдім, take profit астында болады. Мына жерде поддержка тұр, оны кішігірім. Осы маңайда take profit болады. Шортқа кірем, астында take profit. Стоп-лосс үстінде дейміз. Яғни мен resistance деңгейін тауып алдым. Осы resistance деңгейінің үстіне мен стоп-лосс қоямын. Бұл шорт позицияда. Бұл біз chart pattern'де көрдік қой, double bottom, double top, head and shoulders деген. Осы жерге қойылып жатқан стоп-лосстармен бірдей деген. Volatility stop-loss. Volatility деген ол қозғалыстың жаңағы қаншалықты агрессивный болып тұрғанына байланысты қоямыз. Көп жағдайда ATR табамыз, ATR арқылы қоя салуға болады. Немесе жалпы сол компанияның өзінің ситуациясына байланысты қоюға болады. Жалпы volatility деген жаңағы нарықтың өзгеру мөлшері. Бұл көп жағдайда swing trade-қа қойылады. Кез келген компанияның Finbiz деген веб-сайтқа кіру арқылы, тикер символ компанияны жазу арқылы сіз ATR-ын көре аласыз. ATR деген ол негізі индикаторы, average true range деген сөздің қысқартылғаны. Бұл қысқаша айтқанда бір күннің ішінде орташама қозғалатын деңгей. Мысалы, Apple компаниясы 4.12%, $4.12 бір күнде жалпы қозғалады екен деген сөз. Мысалы, автоматты түрде сізге шығарып береді.
Apple компаниясы яғни 4-12 деген сөз бір күнде қозғалып отыр. Ең төменгі бағасына ең жоғары бағасы жалпы бір күннің ішінде осылай қозғалады деген сөз. ATR-ға осылай қозғалады. Яғни стоп лоссқа біз қалай оны қолданамыз дегенде былай қолданамыз. Мысалы мен мысалы көрейікші, Neon көріп отырық қой, Neon'ың мысалы орташа несін көрейік. Мен Finbizға кіремін да қайтемін, Neo деп жазамын. Neo деп жазғаннан кейін Neo компаниясының ATR шығады. Бір оннан $1.14 деп шығып тұр. Мен енді ATR-ын қайтемін. Абаламда мен swing трейдқа кіргелі жатырмын деп ойлайық. Неге Neoға. Бұл жағдайда мен қайтемін. Қазіргі мысалы мен long позицияға кірге жатсам, окей. Мынау неше 17-де 70, 17-де 70. Мынаның ATR неше еді? 1-де 14. Мен енді 17-де 70-тен 1-де 14 алып тастайын. 1-де алып тастасақ 16-70, 16-70 уже мына жақта. Сонда бір Neo'ның қозғалатын бір күндік қозғалысы өте агрессивті болып тұр ғой. 17-де 70 дегенде 16-да 70, ар жағында 14 алып тастағанда сонда 51 теңге, мысалы мына жерге дейін бір күнде қозғалатын несі осыншама алыс деген сөз. Кеше мысалы қозғалмаған деген бір күндік алдыңғы күні одан 2 есе қозғалған. Оның алдында жақсы қозғалған деген сияқты отыр ғой. Жалпы айтып қарасаңыз, орташамасын шығарып жатыр деген сөз. Мен swing trade жасау үшін үлкен картинада маған стоп лоссты осылай алыс қою керек деген сөз. Бұл жерде идеясы болған. Алыс қою керек. Стоп лоссты мен осылай алыс қою арқылы мен позицияға кіреді екен. Мынаның астына қоямын. Мен егер long позицияға кіргім келсе, entry деп айтамыз, кіру несін. Мен мына кіріп атсам, мына жерде, онда мен стоп лосс мынандай алыс болу керек. Неге дегенде бір күннің қозғалысын мен рискіға беруім керек. Ол swing trade үшін, swing trade, яғни үлкен картина үшін. Сол кезде барып мен бұған дұрыс не қойып жатырмын, не үшін дұрыс болжамдар қойып жатырмын деген сөз. Қазір жағдайда бүгін мысалы мынаған келіп қой. Мен неге мына жерге берем? Себебі бұл мысалы мен таргет келесі take profit-ін жобамен мынаман айтады деп ойлайықшы. Swing trade жасап жатырмын ғой. Енді өйткені мен мысалы қарасаңыз, үлкен тренд линиямен құлап келе жатыр ғой. Өзде мысалы мына жерге дейін өсетін шанс бар деп ойласам, мынау сразу өсу үшін, сразу болай бара алмайды екен да. Алдымен бүйтіп кішкене өсіп алып, сосын құлап, сосын бүйтіп барып, одан кейін бару мүмкін. Мысалы, енді идея ғой енді негізінде. Қалай баратынын бір олай біледі, жалпы ондай идея. Сол үшін біз стоп лоссты жақып қойып тастайтын болсақ, мысалы мына жерге қоятын болсам, мына жерде стоп лосс болып қалады. Take profit-қа жетпей жатыр. Мына жерге қойсам, мысалы мына деңгейге қойсам, онда тағы стоп лосс болып қалуы мүмкін деген сөз. Бір күндік қозғалысын беріп қойсам, бұл маған таргетқа жету үшін жақсы, мен оған орын беремін деген сөз. Демалатын орын, ағылшынша енді giving it breathing room деп айтады. Демалатын орын бер деп айтады. Акциялар енді қозғалып тұратын нәрсе ғой. Scaling деген тақырып бар. Scaling деген тақырып бұл риск менеджментқа тікелей байланысты. Қысқасын айтқанда риск менеджментте scaling ол не? Ол нарықтағы жаңағы ықтималды шығындарды минимумға бару, ықтималды пайданы барынша максимумға бару. Соны scaling in кіріп шығу акцияларға жалпы. Scaling out деген кез келген позицияға мен кіріп қойдым, позицияда отырмын, мен енді шығам, позициядан шығуым керек. Қалай шығам? Бөліп акциялардан мысалы шығу, мен мысалы менде $10,000 бар, акцияға кіріп қойғым, мен алдымен 30%-ін сатып жіберемін, одан кейін 30%-ін, одан 20%-ін, одан кейін бар 10% деген бөліп шығам. Бірақ ең пайдалы жолмен пайдамды максимумға апару үшін. Ол үшін қайдет дегенде мысал ретінде құлап келе жатыр бір акция. Бұл жерге 2 рет тест жасады, шортқа кірдік, шорт позицияға. Құлап жатыр енді, шортқа кірдік, стоп лосс үстінде. Take profit намайда. Негізі $100 риск қойдым, 2-де 1 мен пайда $200 үшін. Мен маған $200 кіріп келеді. Кіріп келді деп ойлайық. Маған кіріп келді $200. Бірақ мен ойлап тұрмын.
менің анализім бойынша бұл әлі де құлауы мүмкін. Мен бұдан көбірек ақша жасағым келсе, мен қайтем. Алдымен 50%-ін осы жерден шығып кетем позиция. Осы жерден шығып кетем да, сосын ары қарай қайтем. Қалған 50%-ін ары қарай жүгіртемін деген. Бірақ мен стоп-лоссты алып келуім керек, жылжытып төмен қарай. Стоп-лоссты мен кірген бағама қойсам болады, ол кезде мен $100 қалтамда гарантия болып қалады. Қалған $100 мен риск қоямын. Немесе алып кеп, мына жердегі кішігірім қозғалыстың үстіне қойсақ болады. Ол кезде мен бір $20-30, $200 риск қоямын. Бірақ $170 қалтамда гарантия қалады. Мен астына қарай құлап бастағаннан кейін барып стоп-лоссты алып, таргет қалып келсем, онда мен $200 қалтамда қалады. Ешкім $200 тиісе алмайды. Бірақ акцияның келесі take profit келесісіне жетуге шансы азаяды. Себебі бұл жететінің алдында ақын өсіп, тест жасауы мүмкін. Сол кезде сізді стоп-аут қылады. Яғни сізді позициядан шығарып жібереді. Бірақ қалтаңызда $200 қалады дегенсіз. Біз бірақ $300 тапқымыз келіп тұр ғой негізі. Сол нәрсе дегенсіз. Мысалы айтшы мына жерде қандай компания тұр мына жерде? United Airline, мынау енді тикер символ. 5 минуттық түрде scaling out жасайық. Қатты құлады, өсті, мынаған жете алмады, қайта құлап бастады, шортқа кірдім. Шорт позиция. Мен енді VWAP деген индикатор білесіздер ғой. Day trading, осының астына түскен жерден кірдім шортқа. Менің саппорт зонам бірінші мынау алдында өсті ғой таңертең басталған. Екінші зона мынау. Мына зонаны мен үлкен картинадан қарадым деп ойлаймын. Үлкен зона бар. Мен қайтем деген кезде, ең бірінші таргетқа жеткен кезде мен 50%-ін жауып тастаймын. 50% жауып тастаймын да стоп-лоссты былай алып келемін. Мына жерде кішігірім мынандай не тұр мына зона. Осы зонаның үстіне стоп-лоссымды алып келемін. VWAP-тың үстіне қоямын. Сосын ол қайтадан құлап екінші таргетқа жетеді. Кеткен кезде шығып кетемін стоп-лоссты. Мына жаңа неге қоямыз? Жаңа резистенстің үстіне қоямыз. Солай мен қалған 50%-ын үшіден жабады екен. Сол кезде мен кішкене көбірек ақша табамын. Мысалы $200 мен табам деп ойлап тұрған жағдайда мен $300 таба алады екенмін. Scaling in дегеннен дәл scaling out-тың керісіншесі. Мен акцияларға кіріп жатырмын ғой. Кіріп қойдым, мен шықтым дегенді көрдіге. Енді мен кірген кезде қалай кірем акцияларға? Бөліп ең максимумда жолмен қалай кірем? Біздің қалтамызда $30,000 бар деп ойлайық. $30,000. Бірақ мен $30,000 бірден акцияға кіріп кетпеймін. Сделка ашып бермеймін. Мен 10,000-нан 3-ке бөлемін. Алдында сіздер ережеде айтып едім ғой, 30% ереже деген сияқты. Сол сияқты $10,000 бөлемін. Бірақ менің ratio 3-те 1. Мен жалпы 3-те 1 кез келген сделка ашам, риск қоям, рискідан 3 есе пайда тауып отыруға тестімін. Мен план бойынша. Мен бір сделкаға, $10,000-дан ашқан бір сделкама, мен $100 риск қоям. Менің ақшам $30,000, бірақ мен $10,000 мен кіріп атқан сияқты қойып кірем, және $100 ғана риск қоям. Яғни мен $30,000 мен кіріп атқан жалпы шотты ақшаның 0,3%-ін ғана риск қойып атырмын. Енді менің таргетім 1,30, кіріп атқан баға ол 1,27. 1,27-те кірдім. 1,30-ға үлкен резистенс бар, осыдан шығып кетем деп ойлап отырмын. Рискім 100, пайдам неше? 300. Неге? Мен 3-те 1 деген қарым-қатынаста 3 есе трейд жасалып отыр. Бұл мына жерге келді. Пайда енді үлкен поддержка алды ғой. Поддержка алғаннан кейін мен алғашқы $10,000-ды салдым бұл акцияға. Стоп-лоссым 1,26-да. Стоп-лосста менде $100 риск. Пайда $300. $300 табуға 1,30-ға дейін барады деп болжап тұрмын. Менің ойлаған ойымда кетіп жатыр деп ойлаймын. 1,28-ге бардық. Енді мен анализ жасаймын, ана-мына. Сол арқылы енді менің ойлаған ойымда кететін шансы жоғары болу керек қой. 1,28-ге келді, мен қайтем. Қайтадан $1,000 салам, $10,000 салам. Қайтадан $10,000 салам, оның рискі қайтеді, рискісі $100 болады. $100 болады. Өйткені мен рискісін қайтем. Бір сделкадан 1%-тен асыруға болмайды. Бірақ бұл take profit-қа келе жатыр, таяп қалды. 1-2. Яғни менің пайдам $200. $300 емес, $200 өткен таяп қалды. Бірақ менің рискім 1,7-де стоп-лоссына жетті. Осы кезде мен қайтем. Бірінші сделка, ең алғашқы 1,727-де ашқан сделканың стоп-лоссы 26 деді ғой.
енді мен соны 27-ге алып келемін. Неге? Өйткені стоп-лосстар бәрі бір деңгейде жүріп отыру керек. Стоп-лосстар екі жаққа кетіп қалуға болмайды. Стоп-лосстардың барлығы сен бірнеше сделка бір компанияда баксерден ашып, жаңа сол үстіне қосып отырсаң да, стоп-лосстар бір деңгейде болып отыру керек екен. Сол үшін қайтемін. 1.27-ге мен алып келемін қайтарам. Ол жағдайда стоп-лосс 0-дан 100-ден 0-ға түседі. Себебі мен позицияға кірген бағама стоп-лосс қойып жатырмын. А менің пайдам $100, мына жерде $200 ол қалып қала береді. Бұл жерде жобамен $500. А мен 10.000 салдым, 2 сделка. Пайдам өсіп жатыр. Егер мынаған жететін болса, 500 болды уже. Бірақ рискім қайтты. Біреу 0-ға түсіп қалды, біреу $100. Яғни рискім $100. Мен 5-1-ге көшіп жатырмын, уже 5-1-ге ауысты. 3-1-де болған, 5 есе уже қазір. Өйткені рискім ауысқан жоқ, пайдам өсіп отыр. Ал мен пайдам уже $500 табуға мен тырысамын. Scaling 3, яғни мен қалған $10.000 салғым келеді. Егер акция менің қалағанымдай өсіп жатса, 1.29-ға келді, мен қалған $10.000 салып жүрдім. Бірақ таргетқа келіп қойды, 30-да уже таргет бар. Стоп-лосстың бәрі қайда барады? 28-ге барады. Сол 1-ге 1 дегенбіз. Яғни үшінші $10.000 сделканың пайдасы 1-ге 1. $100 риск, $100 пайда. Осы кезде мен бүткіл стоп-лоссты 1.28-ге қойған жағдайда мен 1.28-де ашқан сделкамның стоп-лоссы 0, а 1.27-де ашқан сделканың стоп-лоссы үстіне кетіп қалды ғой. Сондықтан қосу $100-ға ауысып отырмыз. Ал пайдалары соғалпы $300, $200, $100. Ол $600 болса, рискім қайттан 0-ға бар. Яғни мен минус $100, қосу $100, ажалым 0, үшеуін қосқанда 0. Мен 6-дан 0-ға дейін 0 рискімен трейд жасағалы жатырмын дейміз. Яғни мен егер рискімді менеджмент жасасам, мен рискімді 0-ға дейін мен түсіре алады екенмін. Егер мен дұрыс риск менеджмент жасасам. Осындай скейлинг аут деген нәрсені біз көптеген мысалдарда, көптеген ситуацияларда әртүрлі қолдануға болады екен. Осылай көптеген сделкаларда көп қолданыңыздар. Бұл өте маңызды. Сіз риск менеджмент қашан контролдайсыз, сол кезде сізге ақша өзі келеді. Егер сіз бәрін ақшаңызды мына жерге салып жүріп, мына жерден шығарып алсаңыз, көп ақша табасыз. Бірақ сіздің рискіңіз соншалықты көп болады. Біз риск менеджментті қашан контролдаймыз, қашан қолымызға аламыз, сол кезде бізге бұл көп ақша үнемі тұрақты түрде алып келеді екен. Ал біздің жаңа немізге тек профит таргетімізға жеткен кезде біз қайтеміз $600-ды, бірақ 0 рискімен табады екенбіз. Біз 0 рискімен тапқан кезде ғана біз осылай ақша табады екенбіз. Мысалы, тағы да бір мысалды, лонгда view автобусты, мысалы, мен 2 акция алған, стоп-лоссқа 1% минусқа $15. Жаңа 2 акцияны мен келген қайтардан 2 акция үстіне қостым, бірақ стоп-лоссты қайтадан жерге ауыстырып жатырмын, view автобустың астына қойып жатырмын. 0 рискімен. Қайтадан $2 қостым үстіне. Ол кезде жаңа стоп-лоссты мен мына жерге қоямын. Ол кезде мен қайтамын. Уже пайда тауып отырмыз. Яғни мен пайдамды қалтамда жоғалтып алмауға тырысамыз. Акция қайтадан мына жерге барды. Мен мына жерге барғанда біразын сатып жібердім. Таргет 2-ге барғанда қайтадан біразын сатып жібердім. Солай 2 бөліп сатып жібердім. Менде қазір $160. Бірақ менде рискім $15 рискідан 0-ға келді, одан кейін $42 дейін көтерді. Яғни осыншама мен рискім жақсы менеджмент жасалды дейміз. Жалпы скейлингінде бірнеше нәрсе бар. Біріншіден, әрбір трейдқа біз стоп-лосс қолданамыз. Екіншіден, скейлингнің рискінің көлемі шотыңыздың жалпы балансының рискін аспау керек. Мысалы, мен $10.000 бар, мен $100 риск қойғым келеді десек, $100-дан асуға болмайды. Скейлингін жасап атырым деп, мен үстіне көбірек риск алуға болмайды. Үшіншіден, трейлинг стоп-лосс. Трейлинг стоп-лосс деген не ол? Трейлинг стоп-лосс деген ол сіз стоп-лосстарды жылжытып отырасыз дегенсіз. Жылжытып отырмасаңыз ол жұмыс жасамайды дегенсіз. Жалпы сіз трейд жасамас бұрын позицияның жалпы өлшемін жоспарлап алуыңыз керек. Қанша ақша бар, сізде қанша ақшаны кіргіңіз келеді, қанша бөліп кіргіңіз келеді. Осыларды жасаған жағдайда сіздің жалпы скейлинг деген затыңыз дұрыс жасалынады екен. Жалпы болғанда осындай өте қарапайым, негізі қиындатып ойлаудың қажеті жоқ. Бір мысалмен алып көріңіз. Тәжірибе тұрғыда біз тағы да ары қарай жалғастырып көретін боламыз. Осымен 12-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.